мыналардікі енді UFC-дағы пока что да қазіргі уақытқа дейінгі ең сұмдық скандал мына екеуінде болды. Хабиб пен Конорда да болды, базар жоқ. Қаншама скандалдар анау. Бұрында Тито Артиз менен Кен Шамрик дегенде раскачать етіп кеткен жостқа. Бірақтан да мыналардікі енді бөлек әңгіме. Өйткені Шон Стрикланд дінге, ұлтқа, туған туысқандарға по полной программе ел жұрт қарамай аузына келгенін оттап айтып отыр ғой Чимаевқа. Мне кажется, тиді бұл Чимаевқа, тиді. Өз-өзінен жындандырды Чимаевты. И осы жекпе-жек масқара хайповый жекпе-жек болайын деп отыр тағы да. Менің өзіме лично қаншама адам сұрап жатыр да, қаншада басталады, қашан басталады, қай жерден көреміз, как всегда жаудырып тастайды ғой бәрі сұрақтарменен ше, үлгеремай қалып отырмын ответить етіп ше. Уаллахи айтып отырмын да жігіттер ше. Міне ағайындар көрсетейін, міне уақыты мынау тұр. Барлықтарыңыз дұрыстап қарап алыңыздар. Оны ертең оны ғой міне 26 жыл сағат 8:00-де, таңғы сағат 8:00-де. Кейбір қиялдарда вот натуре бар ғой, менше ол өтірік емес, прикол үшін емес ол. Шынымен айтайын да. Кешкі сағат 8:00-де ма деп ше. Бля деп. Мен натуре жынданамын бұндай сұрақтарға. Лично мен өзім ағайындар осы бойдан бастап көрсетемін, мынау шафқаттың салмағындағы Шон Брэди мен Хоакин Бакли деген екі мықты топовый боецтан бастап 6:30-да міне, 6:30-да міне. Қай жерден көреміз енді? Конечно, сол баяғы мен Инстаграмда неден бастап көрсетемін, мынау прямой эфирда 6:30-ға кірем. Эфир ашам, сол жақта көрсек болады. Басқа жерден көрем десеңдер, пожалуйста, без проблем. Менен көрем десеңдер, конечно, білесіңдер, мен от души көреміз бәріміз. Так что сол ағайындар, вот былайынан жазасыңдар Инстаграмда. ТикТоктан көрсетпейсің ба дейді да. ТикТоктан ағайындар честно бан келеді ше. Типа бір бәле бан деп келеді ғой. Так что не советую ТикТоктан. Вот, солай, короче. Жалпы что там, да?